Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы Қазақстан халқының музыкасы, Кавказ халықтары деп аталады. Оқулықтағы 28-ші сабақ 83-ші бетті ашып қарауларыңызға болады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Кавказ сөзінің мағынасын білеміз. Кавказ халықтарымен танысамыз. Кавказдықтар грузин және Әзірбайжан халықтарының өнері, музыкалық дәстүрін оқып білеміз. Тыңдалған әндерге талдау жасаймыз. Кавказ деген сөз нені білдіреді? Ендеше осыған тоқталып өтейік. Кавказ таудың аты және Каспий мен Қара теңіз арасында қоныстанған үлкен ел. Оның шыңдары биік, таулары асқақ. Біздің Алатау, Алтай тауларына ұқсайды. Табиғаты өте әсем. Онда әртүрлі ұлт өмір сүреді. Әр қайсысының өз мәдениеті, әдет-ғұрпы, дәстүрі бар. Кавказ халқының музыкасы терең ойлы әрі қарқынды. Қазақстандағы кавказдықтар өз асыл мұраларын сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келеді. Кавказ халқы көп ұлтты. Олардың өмір салты, мәдениеті бір-біріне жақын. Музыкалық дәстүрі бойынша да көп ұқсастығы бар. Әзірбайжан, грузин, армян, балкар, шешен, кабардин, ингуш, осетин сынды халықтар кавказдықтар болып табылады. Ендеше оқушылар, төменде берілген сөздерден Кавказ халықтарының ұлттық атауларын тауып, тор көздерге жазыңдар. Кавказдықтар, соның ішінде грузин халқына тоқталып өтетін болсақ, грузин халқының музыкасы Әзірбайжан мен армян халықтарының музыкасынан өзгеше. Ежелден грузин музыкасы көп дауысты. Хор музыкасы тек бірыңғай ерлердің немесе бірыңғай әйелдердің орындауында айтылады. Аралас хор болмаған. Әдетте грузин әні 3 дауысқа бөлініп айтылады. Грузин халық музыкасының тағы бір ерекшелігі, грузин әндері көбінесе сүйемелдеумен орындалады. Зурна, 3 ішекті пандури және 4 ішекті чонгури деп аталатын халық аспаптары бар. Грузин халқының лезгинка биі көпшілікке жақсы таныс. Оның билеушілерді қыздыра ойналатын ырғағы тыңдаушыларды да бей-жай қалдырмайды.
Кандагани Аджар халқының әнінен үзінді тыңдайық. Аджария Грузия еліндегі ең шырайлы жерлердің бірі. Ол Қара теңіз жағалауында орналасқан. Грузин халқы христиан болса, аджарлықтар мұсылмандар. Олардың төл тілі мемлекеттік грузин тілі. Әзірбайжан халқы өте өнерлі халық. Әндері әсем сазды. Негізінен олар грузин халық сияқты емес, әнді бір дауыспен айтады. Әуенін нақышпен әсерлей отырып, түрлі бояулармен орындайды. Әнді бұлай орындау әркімнің қолынан келе бермейді. Әзірбайжан халқы әншілерін ашук деп атайды. Ашук ақын, композитор, орындаушы. Ол әннің сөзімен әуенін шығарады. Билеп жүріп, аспаппен орындайды. Аспап саз деп аталады. Бұрын Әзірбайжан халқы ашуктарды ел анасы деп атаған. Себебі олар халықтың мүддесін, бостандықты қорғаған, туған еліне сүйіспеншілігін жырлаған. Ашуктар шығармашылығында тарихи батырлық, эпикалық дастандар үлкен орын алады. Мысалы, біздің қазақ жырауларының дәстүрінде бар Көроғлы жырында және Әзірбайжанның Көроғлы дастанында көне заманда халықты қорғаған батырдың қаһармандығы туралы жырланған. Can lezgi yer lezgi Әзірбайжан халқы және кәсіби композиторлары балаларға арнап көптеген әдемі әндер шығарған. Соның бірі шөжелерім әні. Бұл ән біздің елімізде кең тараған және барлық жастағы балалардың ең сүйікті әндерінің бірі ретінде жиі орындалып жүр. Ендеше бүгінгі сабақта үйренетін жаңа әніміз шөжелерім әні.
Үйге тапсырма, оқушылар. Кавказ деген сөз нені білдіреді? Қандай Кавказ халықтарын білесің? Грузин халқының хор музыкасының ерекшелігі неде? Грузин халқының қандай ұлттық аспаптары бар? Ашук деп Әзірбайжан халқы кімдерді атайды? Ашуктар өз орындауын қандай музыкалық аспаптармен сүйемелдейді? Ендеше, құрметті оқушылар, осы берілген 6 сұраққа дәптерімізге жауап жазамыз. Мұқият тыңдаған болсаңдар, бұл 6 сұрақтың жауабы сабақ өтілу барысында түсіндірілген болатын. Және де тағы бір 7-ші тапсырмамыз жаңа ғана орындаған шөжелерім әнін жатқа орындау. Біз осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.